Электрондық үкімет туралы жұрт аузында есіктен есікке жүгірме, клавиатураның үстімен жүгір деген сөз бар. Шынында да портал есіктен есікке жүгіріп, телміріп кезек күтуден құтқарады. Ең бастысы алтын уақыт үнемделеді. Бүгінгі таңда ол көптеген қазақстандықтар үшін қажеттілікке айналды. Керек десеңіз, жерлестеріміз неке қию сияқты салтанатты рәсімдерді де портал арқылы жүзеге асыратын болды. Ғаламтордың қолайлығы сол, әлемнің кез келген түкпірінде отырып-ақ ахат кабинеттерінің есігін қағуға болады. Неке қию туралы өтініш беру қызметі өткен жылдың тамыз айынан қолға алынған. Жаңалыққа қашанда жастар құмар келетінде рас емес пе? Нұрлан және Әсем Орынбаевтар облысымызда интернет желісімен некелесуге арыз берген бірінші жұп болды. Нұрлан және Әсем Орынбаевтардың неке қидыруы көпшілік үлгі етерлік әдіс. Олар некелесу өтінішін электронды түрде беріп, ғаламтордың мүмкіндігін кәдеге жаратқан. Танысқанына біраз уақыт болған жастар үйлену туралы шешім қабылдаған соң, азаматтық хал актілерін тіркеу бөліміне баруға жұмыстан босай алмайды. Сол кезде олар жаңа жүйе қызметін пайдалануға бел буады. Посоветовали наши хорошие знакомые. Біз некелесу үшін өтінішті электронды түрде беруге болатындығын достарымыздан естіп білдік. Бұл жұмыс істейтін жастар үшін өте қолайлы әдіс. Өйткені олардың артық уақыты көп бола бермейді ғой. Бұл мүмкіндікті пайдаланушылардың ұтары көп. Мәселен, жастар екі қалада жүріп те бір жерге өтініш бере алады. Бұл да тіркеуге кететін уақытты айтарлықтай үнемдейді. Жаңа қызмет түрі 2011 жылдың тамыз айында іске қосылды. Оны қолдану ережесі өте қарапайым. Бұл шаңырақ құруды жоспарлап жүрген барлық азаматтар үшін қолайлы. Электронды үкімет порталына кіріп, қажетті талаптарды орындасаңыз жетіп жатыр. Бұрынғыдай арнайы мекемеге барудың енді қажеттігі жоқ. Дәл осы күні алтын тойын өткізіп жатқан ерлі зайыпты Височиндерде ресми түрде некесін қидырды. Мен өте бақыттымын. 50 жылда отбасының қызығы да, шыжығы да болды. Бүгінгі күннің жөні мүлде бөлек. Балаларымыз аман. Елімізде бейбітшілік болса, сол біздің басты бақытымыз. Бұдан жарты ғасыр уақыт бұрын ғаламтор туралы түсінікте болмаған, дегенмен қазіргідей сол кезде де шынайы махаббат сезімі отбасының мызғымас тірегі саналған. Жастар бір-біріңе қашанда адал болыңдар. Біздің отбасылық өмір жолымыз сендерге жұғысты болсын деген тілектерін білдірді алтын той иелері. Ердәулет Байдуллаев, Руслан Рахметов, Василий Вережников, Айбек Данияров, Апта.